Сәлем достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге ұлттық тағам жаппаны әзірлейтін боламыз. Жаппа тағамын әр жерде әртүрлі атап жатады. Біреулер жаппасай дейді, біреулер үнді мантысы дейді, біреулер ленивый манты дейді, яғни атауы өте көп. Бірақ негізі жаппа қазақтың ескі ұлттық тағамдарының бірі. Ұмытылып кеткен қазақтың ескі тағамдарын жаңартайық деген ниетпен осы видеоны арнайы сіздерге арнап түсіріп жатырмын. Сіз қазақтың ұмытылып бара жатқан қандай тағамын білесіз? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Себебі мүмкін келесі видеода сол тағамды әзірлейтін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бірінші қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге су қажет. 1 стакан көлемінде жұмыртқа және де татымына қаратып тұз қажет. Араластырамыз. Қамырды өз қалауыңызша аз немесе көп етіп жасасаңыз болады. Енді осыған қажетінше ұн саламыз. Қамырымыз орташа қаттылықта болу керек. Яғни бешбармақтың қамыры сияқты сондай қамыр керек. Басында венчикпен араластырамыз, кейін қолмен қамырды илейтін боламыз. Енді қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп біттік. Енді қақпағын жауып тұндырып қоямыз. Тағамымыздың салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге қуыруға сұйық май қажет, ет қажет. Етті өз қалауыңызша көбейтіп немесе азайтсаңыз болады. Тауық етін қолдануға да болады. Пияз қажет, картоп, сәбіз, өз қалауыңыз бойынша тәтті бұрыш және қызанақ қажет. Плитамызды қыздырып, қазанымызды қоямыз. Сұйық май құямыз. Етімізді салып, толыққанды қуырып аламыз. Татымына қарата тұз саламыз. Үстіне пиязымызды саламыз. Менде пияз көп, сондықтан жартысын ғана саламын. Енді сәбізімізді саламыз. Үстіне картоплымызды саламыз. Дәмдеуіштер қосамыз. Томат пастасын қосамыз. Араластырамыз. Тәтті бұрыштарымызды саламыз. Араластырамыз. Жарты стаканда су құйып бұқтырамыз. Қызанақ саламыз. Қақпағын жауып бұқтырамыз. Қамырымызды аламыз.
қайтарып аламыз. Енді бөлшектерге бөлеміз. Алты бөлшекке бөлдік, әрқайсысын жеке-жеке дөңгелетеміз. Оны себеміз. Қамырымызды дөңгелетіп жаямыз. Барлық қамырымызды осылай жұқа дөңгелек етіп жайып аламыз. Ерітілген сармайымызға аздап сұйық май құямын. Араластырамын. Қазір қамырымыздың әрбір бөлшегіне жағып отыратын боламыз. Қамырымызды саламыз, майымызды жағамыз. Қамырлардың бір-біріне бірігіп қалмасы үшін міндетті түрде май жағу қажет. Енді екінші қамырымызды саламыз. Дәл осылай қайталап, барлық қамырымызды саламыз. Енді баяу отта бұқтырып 15-20 минут пісіретін боламыз. Мінекей қамырымыз май жаққандықтан бір-біріне жабыспай пісті. Міне. Қамырымыздың бір бөлшегін салып алдық, яғни бір данасын. Енді ортасына салмасын саламыз. Жартысына салмамызды салдық, енді қамырымыздың екінші бөлшегімен бүйтіп бетін жабамыз. Менде өкінішке орай свежий петрушка бітіп қапты, сондықтан сушеный петрушканы аздап себемін. Негізі ас көк, жасыл пияз үстіне сеуіп қойсаңыздар, тіпті керемет болады. Жасалуы өте оңай, әрі дәмі тіл үйіретін жаппа деген асымыз дайын болды. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз, себебі бұл өте дәмді тамақ. Қараңыздар қандай керемет.